Сәлем достар, сіздермен бірге Футбол Тайм YouTube арнасы. Бүгін футбол әлеміндегі жаңалықтарды айтатын боламыз. Бавария командасының шабуылшысы Роберт Левандовски мен Реал Мадрид командасы қызықтырмайды және менің Бавариядан Реал Мадридке ауысуым туралы сыбыстар жалған деді. Мен бұл туралы жылда естимін, мен Баварияның ойыншысымын. Менің агентім мен Реалдың арасында трансфер туралы әңгіме болған жоқ, деді Роберт Левандовски. ПСЖ командасының ойыншысы Анхель Ди Мария өткен жазда Барселонаға көшкісі келгенін айтты. Бірақ келісім үзіліп ПСЖ-да қалды. Мен Барсаға көшуге жақын болдым, бірақ бұдан ештеңе шықпады. Мен 2018 жылды жақсы бастадым. Мен ПСЖ-да шынымен де бақыттымын. Маған гол салғаннан голдық пас берген ұнайды, деді Ди Мария. Анхель Ди Мария 4 сезон Реалда өткізгеніне қарамастан, Роналдо мен Мессидің ішінен Мессиді таңдады. Месси ерекше, ол өзге ғаламшарлық, деді Ди Мария. Ағылшын газеті Марка Реал Мадрид командасының Челси командасының шабуылшысы Азарға қызығушылығы туралы жазды. Азардың айтуы бойынша, футболда сен ешқашан болашағыңды білмейсің, және мен осы уақытта Челси командасында бақыттымын, деді Азар. Лестер командасының жартылай қорғаушысы Рияд Марез Sky Sports'тың айтуы бойынша, футболист тренировкаларға қайтып оралды және Манчестер Ситиге қарсы ойында қайта шығатынын айтты. Марез бір аптаға Алжирге кеткен болатын. Осы қылығы үшін штраф төледі. Штраф көлемі 240 мың фунт. Марез Лестердің оны Манчестер командасына ауысуын қолдамағанына ренжулі болған.